Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ешқандай желатинсіз, құрамы 3 заттан тұратын десерттің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен дүкен сөрелерінде сатылатын осындай маршмеллоу қажет болады, және де таза Қазақстан шоколады, сонымен қатар сүт. Дәл осы 3 қоспаны қызып тұрған табамызға салып, осылай лопаткамыздың көмегімен ақырындап маршмеллоумыз ерігенше жақсылап үздіксіз араластырып отырамыз. Міне, ендігі кезекте толықтай еріген маршмеллоумызды осылай ыдысымызға құйып, одан кейін мұздатқышқа жарты сағат көлемінде қалдырамыз. Міне, біздің жарты сағат уақыт тұрған маршмеллоумыз дайын. Ендігі кезекте әсемдеу үшін осылай бетіне какао сеуіп, одан кейін кокос түйіршіктерін де қолдансаңыздар болады. Дәл осы рецепттің толық құрамын описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Егер арнама тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қасындағы қоңырауша белгісін де баса кетуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр.